Бүгін біз компьютердің ішінде не болып жатырғанын, яғни нағыз сиқырды көреміз. Компьютер қалай ойланады, ол неге біз айтқан тапсырмаларды орындайды деген сұрақтардың жауабын аламыз. Ал қазір QR сканерлеу арқылы өткен тақырыпты еске түсірейік. Балалар, өткен тақырыпты еске түсіріп болсақ, компьютер қалай жұмыс жасайды атты жаңа сабағымыздың мақсаттарымен таныс болайық. Компьютер латын тіліне аударғанда есептеу деген мағынаны білдіреді. Компьютер адам сияқты бірнеше дене мүшелерінен тұрады. Монитор көзі, пернетақта тілі мен қолы, процессор миы, жад, есі бәрі бірігіп жұмыс істегенде ғана компьютер тірі сияқты көрінеді. Компьютердің жұмысы ақпаратты енгізу, өңдеу және шығару кезеңдерінен тұрады. Пернетақтадан бұйрық түседі, процессор есептейді, жад сақтайды, ал монитор нәтижесін көрсетеді. Бұл компьютердің ойлау сәті. Жүйелік блок компьютердің негізгі бөлігі, онда мәліметтерді өңдейтін және сақтайтын құрылғылар орналасқан. Жүйелік блок бұл компьютердің басты бөлігі, яғни оның жүрегі мен миы орналасқан қорап. Жүйелік блок компьютердің ішіндегі барлық маңызды құрылғыларды біріктіріп, олардың бірге жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Ол ақпаратты өңдейтін орталық. Жүйелік блоктың ішінде секунд сайын миллиондаған есеп орындалады, ал процессор секундына миллиардтаған операция орындай алады. Аналық тақша ол өте күрделі құрылғы, өте үлкен көлемде пайкеленген микрочиптерден, ұяшықтардан тұрады. Аналық тақша компьютердің ақпараттық негізі. Аналық тақша арқылы жүйелік блоктың құрылғылар өзара әрекеттеседі, ақпарат алмасады. Жай сөзбен айтқанда, компьютердің микропроцессоры, тұрақты есте сақтау жады және де басқа да құрамдас бөліктері орналасқан тақша. Аналық тақша үш түрлі көлемде жасалады. Стандарт ATX 305-244 мм, микро ATX 244-244 мм, мини ATX 170-170 мм. Микропроцессор компьютердің мәліметтерді өңдеуге және де компьютердің жұмысын басқаруға арналған негізгі бөлігі. Микропроцессор программалар арқылы берілген командаларды орындайды. Процессор неғұрлым шапшаң жұмыс істесе, компьютерде соғұрлым жылдам жұмыс жасайды. Заманауи микропроцессорлар көп ядролы. Көп ядролы микропроцессорлар еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Процессордың басты сипаттамасы ол тақтылық жиілігі. Ол мегагерцпен және де гигагерцпен өлшенеді. Тақтылық жиілік қаншалықты жоғары болса, процессор алынған мәліметті тез өңдейді. Процессор жұмыс уақытында қызып кетпеу үшін соңғы модельдегі процессорлар тактілік жиілігін түрлендіре алады. Егер тапсырма оңай болатын болса, тактілік жиілік 1 ГГц-тің көлемінде болады, ал тапсырма қиын болатын болса, ойын графикалық жұмыс болатын жағдайда процессор жылдамдығын өзі арттыра алады. Жүйелік шинаның негізгі қызметі процессорлар арасында және дербес компьютерден қалған басқа да құрылғылардың арасында ақпаратты тасымалдау болып табылады. Жүйелік шина деректер шинасы, адрестер шинасы, басқару шинасы болып үшке бөлінеді. Шинаның разряды ондағы сымдардың санына тәуелді. Деректерді жазу кезінде процессор адрес шинасы бойынша ішкі жадқа ұяшық адресін береді және деректер шинасы бойынша осы ұяшыққа жазылатын ақпаратты алады. Қатқыл диск немесе тұрақты есте сақтау жады. Бұл ақпаратты ұзақ сақтауға арналған құрылғы. Компьютердегі барлық бағдарламалар, операциялық жүйе, құжаттар, суреттер, бейнематериалдар, ойындар осы дискіге жазылады. Компьютерді өшірсеңіз де дискідегі ақпараттар кетпейді. Қатқыл диск айналмалы металл дискілерден және де ақпаратты оқу жазу функциясынан тұрады. Диск өте жоғары жылдамдықпен айналып, ақпарат магниттік түрде сақталады. Қазіргі таңда заманауи қатқыл диск SSD деп аталатын жаңа технологияны қолданады. SSD қатқыл дискіге қарағанда жылдамырақ және дыбыссыз жұмыс жасайды. Оперативті есте сақтау құрылғысы немесе электронды есептеуіш машинаның жедел жады. Сондай-ақ тұрақты есте сақтау құрылғысы компьютердің ішкі жадын құрайды. Ішкі жады жұмыс кезінде процессормен мәлімет алмасып отырады.
Өңделуі қажет кез келген мәлімет алдымен компьютердің сыртқы жадына магниттік дискілерден жедел жадқа жазылады. Компьютердің жедел жадына осы мезетте жылдам өңделуі тиіс мәліметтер мен программалар ғана сақталады. Жедел жадтың құрылғысы қуат өшірілген кезде деректерді жоғалтатын ақпаратты сақтау үшін тұрақты қуат тұтынуды қажет ететін тұрақты жад. Жедел жадтың заманауи түрлері DDR4 25,16 ГБ/с жылдамдықпен, ал DDR5 51,2 ГБ/с жылдамдықпен жұмыс істейді. Ойындар мен көп тапсырмаларды орындау үшін жоғары өткізу қабілеттілігін ұсынатын DDR5 заманауи стандарт болып есептеледі. Флеш-карта бұл цифрлық ақпаратты сақтау үшін қолданылатын шағын тасымалданатын жад құрылғысы. Ол флеш-жады технологиясына негізделген, яғни электросигналдар арқылы ақпаратты оқып жазуға мүмкіндік береді. Алғашқы флеш-карта 2000 жылдың қыркүйек айында Disk One атауымен IBM және M-System компаниясымен бірлесіп жұмыс жасауымен пайда болды. Көлемі бар болған 8 мегабайт болған. Қазіргі сәтте флеш-карталар бірнеше гигабайт көлеммен шығуда. Дискета ақпарат сақтауға арналған алғашқы тасымалдаушы құрылғылардың бірі. Ол жұқа магниттік дискіден тұрады және пластик қорапшада орналасқан. Дискетаны бұрын компьютерге арнайы дискеталық дискі жетек арқылы қосатын. Көлемі 3,5 дюйм, ақпараттық көлемі 1,144 мегабайт. Оптикалық диск бұл мәліметтерді сақтау және оқу үшін лазерлік сәулені қолданатын жазық дөңгелек пішінді тасымалдауыш құрал. Ол ақпаратты цифрлық түрде сақтайды және арнайы оптикалық диск жетегі арқылы оқылып жазылады. Ең алғашқы танымал оптикалық диск түрі 1902 жылы коммерциялық түрде енгізілді. Оны әлемге әйгілі Sony және Philips компаниялары бірігіп жасады. Оптикалық дисктің түрлері. CD дисктің көлемі әдетте 700 және 730 мегабайтқа дейінгі ақпаратты сақтай алады. DVD дисктің көлемі 4,7 гигабайт немесе одан да көп қабаттығына байланысты мәлімет сақтай алады. Ал CD-RV немесе DVD-RV дискілер ақпаратты бірнеше рет жазуға және де өшіруге мүмкіндік беретін оптикалық дисктің түрлері. Балалар, сендер компьютердің артқы немесе бүйір жағынан кішкентай ұяшықтар көрдіңдер ме? Міне солар порттар деп аталады. Порттар компьютерге түрлі құрылғыларды қосуға арналған арнайы орындар. Мысалы, біз тінтуір мен пернетақтаны USB портына қосамыз. USB порты ең көп қолданылатын порттардың бірі. Оған флешка, телефон немесе принтерді қосуға болады. Ал бізге мониторды қосатын болсақ, бізге HDMI немесе VGA порт қажет болады. HDMI порт арқылы бейне мен дыбыс бір уақытта беріледі, ал VGA тек суретті ғана көрсетеді. Кейде компьютерде дыбыс порты болады, оған құлаққап немесе микрофон жалғаймыз. Ал желіге қосылу үшін интернет порты, яғни Ethernet порты қолданады. Сонымен әр порттың өзінің міндеті бар. Бірі сурет жіберуге, бірі дыбысқа, бірі деректер алмасуға арналған. Порттар мен компьютерлер сыртқы құрылғылардың бір-бірімен сөйлесуіне көмектеседі. Сонымен оқушылар, біз бүгін компьютердің ішкі құрылымымен таныстық. Компьютердің тиімді жұмыс істеуі, оның құрамындағы негізгі бөліктердің, процессордың, жедел жадтың, енгізу мен шығару құрылғыларының үйлесімді әрекетіне байланысты екенін және компьютердің енгізу, өңдеу, шығару қағидасы бойынша жұмыс жасайтынын білдік. Сабағымызды қорытындылау мақсатында берілген QR код арқылы тапсырмаларды орындайық.